Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Қазіргі күнтізбе бойынша күн мен түннің теңесуі кезіне келеді. Көне парсы тілінде нава жана, резан күн, яғни жана күн мағынасында айтылған. Наурыз көктемгі жаңғыру. Бабаларымыз ұлыстың ұлы күні, ақ түйенің қарны жарылған күн деп атаған. Жалпы халықтық наурыз мейрамы тіршілік атаулының, табиғат ананың бар мейірімін төгетін кезі. 5000 жылдан бері 300 миллиондай халық тойлап келе, наурыз мерекесін Орта Азия халықтары ғана емес, ежелгі Европа елдері де мерекелеген. Наурыз мейрамының мән мазмұнына осы тұрғыдан үңілсек, бұл мереке сөз жоқ, ұлт жадынамасының тұғырнамасы. Ол біздің ұлттық құндылықтарымыздың тамыры, әріден нәр алатынын айғағы. Тарихы 11-12 ғасырлардан басталатын, ежелден малға да, жанға да жайлы, тіпті жортқан аң мен құсқа дейін құтты қоныс болып несібе сыйлап келген Сырдарияның орта саласы, Орта Азия өркениетінен сыр тартатын солтүстігіндегі Тараз, теріскейінде Түркістан, шығысында Шаш, яғни бүгінгі Ташкент, батысында Бұқара мен Самарқан шаһарларымен шектелетін 4 қақпалы оңтүстік өңірін тарихтың тай қазаны деуге болады. Дәстүрімізді жаңғыртуда бізге осы наурыз мейрамының қазақ халқының өміріндегі, ал қазақтың наурыз мейрамының тарихындағы рөлі қандай? Наурыз келді жеріне, байлық бақыт тілеймін бүкіл қазақ еліне дей отыра, бүгін келген наурыз мерекесімен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Барлығымыз білетіндей, наурыз өте көне мейрам. Бұл мерекені тойлау дәстүрі бұрынғы ата-бабаларымыздың тұрмысында баяғы заманнан қалыптасқан. Ал бүгін біз жастардың осы мерекеге көзқарасын білетін боламыз. Сәлем, София. Сәлем. Сен қолың бос па? Әрине. Мен саған бір сұрағым бар. Саған наурыз мерекесі ұнайды ма? Иә, маған наурыз мейрамы ұнайды. Өйткені көктемгі демалыстар басталады. Және мен анаммен орталыққа шығамын. Жауабың үшін рахмет. Привет, Камиля. Привет. Надеюсь, не отвлекаю? Нет, хорошо. Я хотела бы задать вопрос. Что характерно празднику Наурыз? Наурыз в Казахстане, как и в других странах, является символом весеннего обновления, торжества любви. Поэтому, в частности, перед этим праздником люди стараются наладить взаимоотношения со своими родственниками, они стараются привести в порядок свой дом. И, как гласит легенда, чем щедрее мы встретим данный праздник, тем благотворнее у нас будет последующий год. Спасибо за твой ответ. Удачи тебе с учебой. Спасибо. Сәлем, Алжан. Менің саған бір сұрағым бар. Наурыз мерекесі сен үшін нені білдіреді? Наурыз мерекесі. Қазір ойлап көрейін. Наурыз мейрамы мен үшін бүкіл ұлтқа ортақ мейрам. Жалпы және наурыз мейрамының жаңа жыл екенін әрбір қазақ біледі деп ойлаймын. Сондықтан біз осы күні үйге көптеген қонақтарды шақырып, көптеген тәтті тағамдар жасаймыз. Және осы мейрамда арнайы жасалатын тағамдардың бірі наурыз бөлесі болып табылады. Жауабың үшін үлкен рахмет. Уақытыңды бөліп алмаймын. Сау бол. Сәлем, Мизат. Сәлем. Біраз уақытыңды алып тұрайын, менде саған сұрағым бар. Наурыз кезінде адамдар немен айналысады? Мен ойыма наурыз мейрамы деген кезде бірден алтыбақан басындағы қыз жігіттердің ойын сауығы, тіпті жастардың той жиындарда жасап жүрген түрлі қазақ ұлттық ойындары, мысалға көкпар, қыз қуу, немесе асық ату. Сонымен қатар мен ойыма бірден барша халықтың ең биік таудың басына шығып алып, таңды бірге атыратыны есіме түсіреді. Жауабың үшін үлкен рахмет. Өзіңнің ісімен айналыса бер.
Hi, Andy. Hello. What are you doing? Just preparing for school. Okay, I have a question. What would you like to say for Nowruz? Happy Nowruz holiday, and let Nowruz bring all of us happiness and unity. Thank you so much. Let's continue doing this thing. Thank you. Осымен біздің бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Мен оқушылардың пікірлерімен келісе отыра сіздерді Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге көктемнің жайдары күндері денсаулық, бақыт, табыс тек қана алып келсін. Және де әрбір атқан таң шаттық нұрын сыйласын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Наурыз көне мейрам. Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі дүние жүзі халықтарының көпшілігінің тұрмыс салтында бағзы замандардан орын алған. Дәстүрлі қазақ қоғамында ұлыс күні жыл басы саналған. Халықтың мифологиялық түсінігі бойынша 21 наурыз түні даланы қыдыр аралайды. Ұлыс күні қазақ елі үшін әрқашан қасиетті, киелі саналған. Халық таза, жаңа киімдерін киген, ауылдың ер адамдары бір-бірімен қос қолдасып, төс қақтығыстырады, әйелдер құшақтасып, бір-біріне игі тілектер айтады. Бірін-бірі мерекеге арнап дайындалған наурыз көже ішуге шақырады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тәуелсіздік ең қымбат нәрсе атты мақаласында наурыз мейрамын тойлау тұжырымдамасын жасап, көктем мерекесінің мазмұнын байытуды тапсырды. Құжатқа сәйкес, наурызды 14-23 наурыз аралығында атап өту ұсынылады. Оның ішінде 14 наурыз көрісу күні, 15 наурыз жайлау күні, 16 наурыз бабаларды еске алу және бата күні, 17 наурыз тарихқа тағзым күні, 18 наурыз игі істер күні, 19 наурыз спорт және шеберлік күні, 20 наурыз даналық пен білім күні, 21 наурыз ұлттық тағамдар күні, 22 наурыз ұлыстың ұлы күні, 23 наурыз құрмет күні. Наурыз түркі және парсы тілдес халықтарға ортақ мейрам. Сол себепті бұл мейрамды тойлауға арналған шаралар арасына көп ұлтты елімізде өмір сүретін түрлі халықтардың наурызда жасайтын амалдарын қосу, мейрамды түрлендіріп қана қоймайды. Сонымен қатар ұлттар арасындағы үйлесімділік пен толеранттылықты нығайтады. Бұл күні арнайы орындарда мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылады. Одан әрі бұқаралық мереке наурыз шеруге ұласады. Сахнада театрландырылған қойылымдар мен жергілікті қала, аудан өнерпаздарының концерттік бағдарламасы көпшілікке ұсынылып, ұлттық спорт түрлерінен жарыстар көше қойылымдық бағдарламасы ұйымдастырылады.